Сәлеметсіз бе, біздің кезекті сабағымызға қош келдіңіз. Бүгінгі сабақта біз сізге электрондық счет фактура порталы, яғни sf.gov порталында пароліңізді ұмытып қалған жағдайда қалай оны орнына келтіру жайында айтатын боламыз. Ол үшін sf.gov кіреміз. Электрондық счет фактура порталына өтеміз. Өткеннен кейін войти в систему батырмасын басамыз. Бұл жерде енді аут арқылы кіреміз. ECP-ның паролін жазамыз. Енді бұл жерде сіз пароліңізді ұмытып қаласыз. Сондай бір жағдайлар болып қалады. Ондай кезде сіз изменить парольді басасыз. Бұл жерде сені логин сұрайды. Бұл қандай логин десеңіз, ол сіздің иініңіз. Иініңізді толықтай теріп жазасыз. Енді email почтаңыз. Осы sf.gov-ға тіркеген сіздің email почтаңыз міндетті түрде соны жазуыңыз керек. И соны бір жақ бетіне жеке ашып қоюыңыз қажет. Мына жерден логин почтаны копировать етіп аламыз. Вставить деп қоямыз. Енді отправить батырмасын басамыз. Запрос создан успешно. Окей, басамыз. Енді почтамызға бізге хат келеді. Көріп тұрғандарыңызда SF Support. Ол электронды счет фактура порталынан сізге хат жолданды деген сөз. Осы сілтеме арқылы өтеміз. Бұл жерге енді сіз бірден өзіңізге ыңғайлы парольді жазасыз. Отправить батырмасын басамыз. Қайтадан аут арқылы кіреміз. Отправить батырмасын басамыз. Бұл кезде RC ключ таңдаймыз. Пароль ойдағыдай ауысты. Окейді басамыз. Енді қайтадан войти в системуды басып, аут арқылы өтеміз. Енді өзіңіз және қойған жаңа парольді жазасыз. Көріп тұрғандарыңыздай парольға восстановление жасадық. Енді ары қарай қадамдарыңызды жасай бересіздер. Осымен сабағымыз өз мәресіне келіп жетті. Тендер жаса мен тендер жаса.